Гемоглобинді қалай көтеруге болады? Қандағы гемоглобин үшін қан құрамындағы эритроциттер жауап береді. Егер лейкоциттердің саны артып кетсе, ол эритроциттерді басып, оның азаюына әкеп соғады. Мұндай жағдайға көп мөлшерде қан кеткенде немесе суық тиіп, созылмалы аурулардан кейін ұшырайды. Гемоглобиннің төмендеуін бет-жүздің бозарғанынан және әлсіздіктен байқауға болады. Темір, фолий қышқылы мен С дәруменін көп жесеңіз, гемоглобин қалпына келеді. Ағзаның қан жасаушы қызметінің негізі біздің не жеп, не ішетінімізге байланысты. Ағзамен жақсы қабылданатын, қанға жақсы сіңетін тағам түрлерінің бірі сиыр етін, немесе сәл қуырылған бауыр етін, қарақұмық ботқасымен жеген дұрыс. Созылмалы аурулардан кейін ағза қалпына келу үшін көп мөлшерде ақуыз қажет. Кагор, түйе жаңғақ немесе қызыл алма. Таңмен аш қарынға немесе түскі ас алдында 50 гр кагор ішу, немесе 3-5 түйе жаңғағын жеу, күніне бір қызыл алма міндетті түрде сіздің гемоглобиніңізге көмектеседі. Анардың дәнін жейсіз бе, әлде шырынын ішесіз бе, таңдау еркі өзіңізде. Шикі сәбіз бен қызылша шырындарын ішуде өте пайдалы. Бұл көкөністердің шырындары ауызды қуырады, сол себепті аздап сумен араластырып ішсеңіз де болады. Бір күнде стақан жеткілікті. Ескерту. Қызылша шырынын 2 сағаттай қойып қойған жөн. Содан соң барып қана ішіңіз. Таза ауаға жиі шығыңыз, саябақта, қала сыртында, далада жиі серуендеңіз. Қанға оттегі қажет. Адам ағзасында барлық минералдар мен дәрумендер бір-бірімен байланысты. Егер біреуі жетіспесе, екіншісінің сіңуі екі талай. Темірдің жақсы сіңуі үшін В тобындағы дәрумендер мен дәнді дақылдар, ішкі секреция бездерінің жұмысы жақсы болуы қажет. Кеңестер мен ескертулер. Гемоглобиннің қалпына келу процесі тез болмайды. Әдетте жақсы нәтижеге жету үшін 3 айдай уақыт қажет. Егер гемоглобин қалыпты жағдайдан өте қатты түсіп кетсе, дәрігер тексерісінен кейін, дәрігер жазып берген темір көбейтетін арнайы препараттарды қабылдаңыз. Бүгінгі видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды.